Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің YouTube арнамда бүгін сметаник пирогын жасайтын боламыз. Бір жасағаннан шығатын, ауызда еритін өте дәмді сметаник пирогы. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 1 пиала қант. Осылай жақсылап араластырамыз. Одан соң 20 грамм қаймақ, 15% сары май, 150 грамм, разрыхитель және ванилин қосатын боламыз. Және видеоның соңына дейін көріңіздер, себебі сіздерге кукурузный крахмалдың орнына қандай немен алмастырса болады, соны айтатын боламын. Кукурузный крахмал көп жерде, көп магазиндерде болмағандықтан немен алмастыруға болатынын айтатын боламын. Осылай разрыхитель, ванилинді онымен араластырып алдым. Толық құрамын описание бөлімінде нақты жазатын боламын. Осылай қолдың көмегімен жақсылап біркелкі етіп жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Және де енді қамырымыз дайын, енді начинкасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 1 пиала қант, жақсылап қасықтың көмегімен араластырамыз. Ешқандай миксерсіз, тек қасықтың немесе вилканың көмегімен үй жағдайында өте дәмді сметаник болып шығады. Осылай кішкене сарғайтып араластырамыз. Және де 15%-тік 500-600 граммдық қаймақты саламыз. Және де кукурузный крахмалдың орнын картофельный крахмалмен алмастырса болады. 3 қасық крахмал қостым, описание бөлімінде толық жазатын боламын. Және де осы кукурузный крахмалды көп магазинде болмағандықтан, дүкен сөресінде, осы картофельный крахмалмен алмастырсамыз ешқандай айырмашылығы болмайды. Осылай жақсылап біркелкі массада араластырып, енді жаңағы қамырымызды жайып, бортик дайындап алатын боламыз. Бортигін кішкене биіктеу еткен жақсы. Кішкене несі де асты массасы көтеріледі, және массасы көтерілген кезде кішкене асып кетуі мүмкін. Сондықтан кішкене үлкенірек қылып жасасаңыздар абзалырақ. Осылай қолмен жайып болғаннан кейін вилкамен де осылай біркелкі етіп кішкене вилкамен де жасап шығасыздар бортигін. Және де айналдыра тесіп қамырды, және де салмамызды, начинкамызды құятын боламыз. Осылай қатты қызартпай, осылай пісіріп аламыз. Менің YouTube арнама тіркеліп кетіңіздер. Мен үшін үлкен қуаныш. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Міне өте дәмді, ауызда еритін, бір жасағаннан шығатын сметаник пирогы өте дәмді. Жасамасаңыздар жасап көріңіздер. Үйдегілеріңізге ұнайтынына сөзсіз ас болсын. Және де менің YouTube арнамда
көптеген видеолар, рецепттер бар. Соған қарап үй жағдайында жасалатын рецепттер бар. Соған қарап жасасаңыздар болады. Рахмет.